Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Міне бүгінгі шығарылым енді жалпы осы жаңа кітаптардың жиынтықтау, саралау және соңғы жаңа шығарылымы болғандықтан бүгін сіздердің назарларыңызға тарихи әдебиеттер жайлы қысқаша айтатын боламын. Жылқыбай Жағаппарұлының «Қарасарт» романы. Бұнда повестер, роман, хикаяттар бар. Ішінде бұнда 1932-33 жылдардағы ұлы зұлмат ашаршылық кезіндегі қиын жағдайлар да суреттеледі. Бегімұрат Ильясов пен Данияр Шалқаровтың «Ерлікке толы ғұмыр» деп аталатын кітабы. Бұл кітапта Ұлы Отан соғысының қаһарман ардагері, Кеңестер одағының батыры Нағи Ильясовтың өмірі жайлы айтылады. Қанат Нұрмахановтың «Жошы хан көшпенді тайпалардың ұлы» деп аталатын кітабы. Бұл кітапта аты айтып тұрғандай, атақты Шыңғыс ханның үлкен ұлы тұңғыш баласы Жошы ханның ерлік жолдары, сонымен қатар Алтын Орданы тұңғыш құруы. Бұл кітап Алтын Орданың 750 жылдығына арнап жазылған болатын. Жалпы оқуға жеңіл, тілі көркем, жалпы көпшілік оқырман қауымға арналған. Нұржан Жетпісбайұлының «Жоламан Тіленшіұлы бастаған көтеріліс» атты кітабы. Бұнда Жоламан Тіленшіұлы бастаған 1822-1840 жылдардағы ұлт азаттық көтерілісі жайлы айтылған. Жалпы елін, жерін, халқын қорғау үшін әскер бастап, елін қорғаған жауынгерлердің ерлік істері жайлы айтылады. Біздің кітапханамызда сонымен қатар атақты жазушы Есенғали Раушановтың «Жаздың жұпар жаңбыр» атты кітабы, сонымен қатар Қуаныш Ембайдың «Қарапайым һәм тамаша тағдыр» атты кітаптар бар. Жалпы келіп, біздің осы жаңадан келген кітаптарымызды қарап, өздеріңізге лайықтысын, өздеріңіз жаңағы оқуға қалаған кітаптарыңызды келіп алып, үйге алып оқуларыңызға әбден мүмкіндіктеріңіз бар.